Осы аптада Грекия парламенті әлемдік несие берушілер мен елдің үшінші несиелік жобасының келісімін заңдастырды. Жоба көлемі 85 миллиард евроны құрайды. Депутаттар бұл келісімге түні бойына созылған дебаттан кейін келді. Құжат екі баптан тұрады. Оның бірінші бабында несие берушілер Ципрас үкіметінен өздері ұсынған 40 реформаның енгізілуін талап етсе, екінші бабында құжатқа қол қою үшін қаржы министрлеріне арнайы өкілдік беріп, несиені қолдау туралы келісімді заңдастырған. Енді Грекияға көмек қолын созу жөніндегі бағдарламаны Евроаймақтағы 19 елдің қаржы министрлері Брюссельде талқылайтын болады. Қытайдың солтүстік шығысында орналасқан Тяньцзин қаласына 200-ден астам ядро және биохимия әскери мамандары жіберілді. Әзірге құтқару тобы ізсіз жоғалғандарды іздестіріп жатыр, ал логистикалық компанияның басшысы жаралы әрі полиция қарамағында отыр. Жарылыс салдарынан радиусы 2 шақырым жерге дейінгі тұрғын үйлер мен автокөліктердің терезелері сынып кеткен. Алғашқы жарылыстың қуаттылығы 3 тонна тротилон эквивалентке теңгерілсе, екінші жарылыс 21 тоннаға жеткен. Апат салдары анықталуда. Жарылыс кезінде аспанға сары және ақ түсті түтін көтерілген. 6000-ға жуық жергілікті тұрғындар қауіпсіз аймаққа көшірілді. Еске салайық, қауіпті заттар сақталған порт аймағының қоймасындағы жарылыс кезінде 50 адам қаза тауып, 700-ден астамы ауруханаға жеткізілді. Қазір оның 70-і ауыр халде жатыр. Ислам содырлары Ирак еліндегі күрд әскери бөлімшесіне шабуыл барысында улы зат қолданған. Бұл туралы ақпаратты The Wall Street Journal басылымы ақш билігіне сілтеме жасай отырып таратты. Бірақ аталмыш газет шабуылдың орны мен уақытын нақты көрсетпеген, алайда болжам бойынша бұл улы қару экстремистік топтың қолына Сирия немесе Иракта түсуі мүмкін делінген. Айта кетейік, 2 жыл бұрын Дамаск қаласының шетіндегі химиялық шабуыл кезінде кемінде 300-ге жуық адам қайтыс болған еді. Осыған дейін неміс бағы Германияның қорғаныс министрлігіне сілтеме жасай отырып, бірнеше күн бұрын Эрбия қаласының оңтүстік батысында орналасқан Махмур қаласында химиялық қару қолданды деп хабарлаған еді.